Қайырлы күн, сіздермен мектеп жаңалықтарының тілшісі Садыкова Алима. Бүгін біздің нөмір 208 мектеп гимназияда «Мен тәуелсіз Қазақстанды бейнелеймін» атты плакат және макет байқауы өтуде. Балалар өз жұмыстарында Қазақстанның болашағын, бейбіт өмірін түрлі түстер мен макеттер арқылы бейнелеген. Әр туынды жүректен шыққан ой мен сезімнің жемісі. Бұл шара оқушылардың отанға деген сүйіспеншілігі мен шығармашылығын танытатын ерекше мүмкіндік. Жалпы оқушылардың жұмыстарынан сізді ерекше таңғалдырған бір жұмыс болды ма? Иә, бүгін шынында да «Мен тәуелсіз Қазақстанды бейнелеймін» плакат байқауынан әсіресе өте өнерлі оқушыларды көп байқадық. Орын беру жағынан да қиындық тудырды, себебі балалардың өнерлері өте жақсы. Әрине біз оның салыну техникасына, көркемдігіне, эстетикасына және шығармашылық идеясына, мазмұнына барлығын ескере отырып, балаларды барынша әділ бағалауға тырыстық. Жақсы, көп рахмет, сау болыңыз. Жюри әділ бағасын беріп, үздік жұмыстар анықталды. Қатысушылар мақтау қағаздармен марапатталды. Байқауға атсалысқан барлық оқушыларға, ұстаздарға және ұйымдастырушыларға алғысымызды білдіреміз. Тәуелсіз еліміздің болашағы осындай жас ұрпақтың қолында.